Ассалаумағалейкум. Бүгін менің бастайын деп отқаным фонды ауыстыру. Көбісі сұрайды, осы фонды қалай ауыстырсақ болады, немесе фонға басқа суретті қалай қойсақ деп көбінесе маған жазады, немесе топқа админ айтып жібер деп жазады. Соны бүгін сіздерге барынша бір 5-6 түрін көрсетейін. Бірінші бізде Eraser. Осы программамен қырқып алу ең оңай программа. Бұл бірінші жолы. Мінекей, өзіме керек сурет таңдадым. Ауто жұлдыздың түсі бар, соған таңдайсыздар да керек емес жерге апарсаңыздар, мінекей. Болмаса мынамен өшіріп тастасаңыздар да болады, керек емес жерін. Тура осылай қырқып алып, Down и Save осымен сохранить етіп аламыз. Сохранить етіп алып, бұл керек, бұл сіздерге қырқып алудың бірінші жолы, яғни қырқып алып, қазір керекті өзімізге фонға қоямыз. Мына жерде рисовать деген осы үш не ашылады, соның ішінде бірінші рисовать. Осы жерде сізге керекті барша фондар тұрады. Қазір интернетте осы салайын, сол кезде толық ашылады маған. Мінекей, фон деп тұр. Үшінші фонға кіресіздер. Фонға кірген кезде қалағаныңызша түрлі фондар шығады сіздерге. Осының ішінен әдемі бір фон таңдап аласыздар. Немесе ұнамаса басқа да фондар болады. Мінекей, таңдап аламыз. И готов. Готовты басқасын екінші редактировать изображение. Соны басасыздар. Сол кезде бізде редактировать столына түседі. Енді давайте фото жаңағы біздің қырқып алған фотомызды осылай қоямыз. Тура осылай сізге керекті фон тауды аласыздар. Тау и артына өзіңіздің қырқып алған суретіңізді дәл осылай қойып жіберсеңіздер болды. Мінекей, болмаса басқа да түрлері бар. Мысалға давайте фото, қазір осының бетіне бір фон қоя салайын. Мынау жалауды ала салайын. Қазақтың туы. Осы туды аламыз. Туды алып қазір қырқа салайын. Скриншот болғасын, менде бәрі осылай тұрады үнемі. Осыны аламыз, үлкейтеміз. Мінекей, үлкейтіп қырқамыз. Окей. Енді давайте фото, жаңағы фотоны аламыз. Мысалы өзіміздің қырқы, енді сіздердің қандай екенін білмеймін, мысалы ретінде көрсетіп жатырмын. Мінекей, артық фонды ауыстырудың бұл бірінші тәсілі. Бұл мінекей осылай қоя бересіздер, яғни фотоңыздың сапасына да байланысты былай шығады. Енді екінші тәсілін көрсетейін. Бұл енді ненің ішінен орындалады. Инструмент и свободная. Осы неге кіресіздер и жақындатамыз. Бұл кәдімгі профиль фотошоптағы сияқты қызылмен бояймыз. Өзімізге керекті жерді қызылмен бояймыз. Яғни қызылмен бояған жер бізге керекті жер болып қырқып алады. Мысалы бір фотоларды сіздерге знактар, бір керемет нелер керек болса, тура осы жолмен қырқып алсаңыздар болады. Мінекей, қасында өшіргіш, яғни артық бояу шығып кеткен жерлерді өшіріп тастаймыз. Және де мына бір қайшыны көрсете салайын. Бұл профиль адоптарда болады көбінесе. Мінекей, тура осылай қырқып алсаңыздар да болады. Қайшы бір-біріне тиген кезде сол орталық қырқылады арнайы. Окей, осы мысалы ретінде көрсетейін. Мінекей, тарс аламыз. Мінекей, тура жаңа Eraserмен қырқан сияқты. Бұл енді әрине тура ол сияқты қырқылмайды. Бұны шет-шетін қырқып шығу керек. Бұл сәл қиындау болады. Мінекей, осыны тура артына давайте фото қылып, тағы да фон ауыстырсаңыздар болады. Мінекей, тағы бір үшінші бір тәсілін көрсетейін сіздерге. Добавить фото. Қазір өзімізге керекті фотоны аламыз. Бұның артық фонын қырықпай-ақ, не қылмай-ақ өзгертіп үлкейтесіздер. Бірінші, яғни қоюлағышты азайтамыз. Адамның түрі көрінгенше азайтасыздар. Енді адамның түрін жақсылап қыртыс-қыр келтіріп, точно қылып өшіресіздер. Яғни артық кетіп қалмау керек, немесе фон ішке кіріп кетпеу керек. Тура қылып өшіріп шығасыздар. Неге? Қазір мысалы көрсете салайын. Окей. Мінекей, бетін өшіріп көрсете салайын. Неге? Осылай неғылған кезде фон шығады, сіз бер жағында қалып қоясыз өшірген. Тура осылай мінекей өшіре салайын, тоқтай. Мысалы ретінде көрсетіп жатырмын. Бұл фон ауыстыру болып табылады. Яғни бұл да бір, енді тағы бір инструменттен бір, мына жерден бір құпиялы бір ағартуын көрсете салайын. Бұны ешкім пайдаланбайды, менен басқа. Өшіргіш. Анау қызылмен көрсетілген біздің түсімізді ауыстырады. Яғни мінекей, көрдіңіздер, басқан кезде түс ауыстырады. Осымен бояп шығасыздар. Полный до конца тіреп. Бұл да бір ақ қылудың бір тәсілі. Артық фонды ақ қыл. Бұл ақ қылады, қызыл қылады. Астындағы түстерді таңдағаныңызға байланысты. Енді тағы бір тәсіл, ол әрине рисовать. Рисовать-та орындалады осының бәрі. Мына жерден түс таңдаймыз. Жасыл түс. Яғни сізде артық фоныңызды көп жерлер болса, соның бәрін майдалап бояп шығудың жоқ. Мына жерде фигура. Фигураның ішіне 4 бұрышты аласыздар. Заливканы бассаңыздар, осылай үлкен жерлерді толтырсаңыздар болады.
немесе бұнтта тура жаңағы фондағы сияқты толық бетін қазір көрсетейін. Мынаны қойып алсам, аха, толық бетін былай жауасыздар. Жауып, мына жерден оның да қоюлағышын кішкене азайтып, өшіргішпен бұның да бетін өшіріп шықсаңыздар болады. Толық боямай, тек қана адамның үстін өшіріп шықсаңыздар, бұл да бір уақыт үнемдеудің бір тәсілі. Тура осылай бояп шығады екен біз. Фон бұл. Яғни өзіңізге керек түсті фон беру. Тағы бір тәсіл, яғни ол білесіздер, рисоватқа кіреміз. Өзіңізге керекті түсті таңдап алып, керекті кесті таңдап, артын осылай бояй бересіздер қалаған керекті фонға. Дәл осылай біздің фондар орындалады. Түсінген боларсыздар. Қырқып алып қою қалаған фонға, тауға, тасқа, бұлтқа. Екінші жаңағы инструменттегі нелер свободные, кривые и қалған давид фотомен орналастырады. Осы фон ауыстырудың жолдары. Сау саламат болыңыздар.